Барлықтарыңызға жалынды сәлем достар. Сіздермен бүгін жұмсақ булочка әзірлейміз. Бізге 2 дана жұмыртқа, сүт, су, ашытқы, құмшекер, сұйық май, шым тұз қажет, және де ұн. Ең әуелі 2 дана жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, үстіне жылы су, сүтімізді, сұйық майымызды, шым тұз, құмшекер, ашытқымызды барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Онан кейін ұн елегіміздің көмегімен ұнымызды аз-аздан салып, шанышқы арқылы қарып, қамыр жасайтын боламыз. Қамырды қолмен елесеңіздер де болады, сәл нығыздау болып қалады, сондықтан шанышқымен жасауға кеңес беремін. Көтеріліп, әдемі болып піседі, әрі қамыр тез көтеріледі. Жылы кезде тез елеп тастауға тырысыңыздар. Суып қалса көтерілуі қиын болады. Осылай жалғастыра отырып, қамырды тез дайындайтын боламыз. Можно я к тебе приду, посреди ночи расскажу, о чем болит моя душа. Можно я к тебе приду. Міне біздің қамырымыз да дайын. Енді көтерілуге жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше ішіне салмасын дайындайық. Бізге сүт, кукуруз крахмалы, құмшекер, какао және де ұн қажет болады. Ең әуелі ұнымызды, кукуруз крахмалын, құмшекер, какао, құрғақ ингредиенттің барлығын салып араластырып аламыз, және де үстіне 250 мл сүтімізді құйып, орташа сұйық масса шығарамыз. Бұл үйде вареная сгущенка, джем, варенье болмаған кезде қолдан жасай салатын оңай дүниелердің бірі. Енді осы массамызды жай отта қойып, қоюласып біріккенше, қою болғанша ұстайтын боламыз. Тәттілігін өз қалауларыңызша қосыңыздар. Мен 2-3 ас қасық құмшекер қостым. Тәтті болсын десеңіздер 4-5 қасық қосасыздар. Өте тез дайындалады. Үйдегі бар дүниемен. Міне бізде дайын болды, салмамыз. Осындай қоюлықта болуы қажет. Суға қоямыз. Біздің қамырымыз 30 минутта көтерілді. Енді осы қамырды ыдыстан шығарып 12 бөлікке бөліп алдым. Сіздерге 15 бөлікке бөлуге кеңес беремін. Қатты көтеріліп, пісіп шығады. Бөліктерге бөліп, зуала қылып алдым. Енді осы зуалаларды жайып, рогалики тәрізді етіп түйдім. Түйу, бүктеу өз қалауларыңызша. Рогалики маған оңай, сондықтан рогалики етіп түйдім. Осылай барлығын жайғастырып, формаға салып, бетіне 2 дана жұмыртқа сарысы мен 2 ас қасық сүтті араластырып жақтым. Және де әсемдік үшін күнжіт септім, сеппесеңіздер де болады. Духовканы алдын ала қосып қойыңыздар, 180 градуста 35 минуттай пісіретін боламыз. Міне біздің булочкаларымыз да дайын, жұп-жұмсақ, нәп-нәзік, таңғы асқа кеп таптырмас тәттілердің бірі. Жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.